Адам баласы дүниеге келгеннен бері, ес білгеннен бастап, өзінің өмірдегі ізін қалдыруды, өзінің осы қоғамның мүшесі екенін, өзінің бірлей бір мемлекеттің азаматы екенін көрсеткісі келеді, оны өзі де сезінгісі келеді, өзгеге де көрсеткісі келеді. Оның түрлі жолы бар. Мысалы, кейбіреуіміз айтыста өзіміздің ойымызды ашық-ашық айтып білдіреміз. Кейбіреуіміз митингіге барамыз. Кейбіреуіміз мінберлерде үлкен-үлкен мемлекеттік лауазымды қызметтерде осыған әсер етуге, бір оңды іс істеуге тырысады. Осының барлығының жиынтығы ол бір ой. Бұл мемлекет халықтікі екенін сезіндіру. Алдағы 5 маусымда өткелі жатқан жалпы халықтық референдум мен үшін сондай ой білдіртудің бір жолы. Мен өзімнің Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мемлекетімдегі президенттердің билігі асыра үлкен болмауын, кең байтақ жеріміз, оның асты үстіндегі байлықтың барлығы халықтікі болуын, жеке басқа табынушылыққа алып келетін тұлғалардың белгіленіп, арнайы бекітілген артықшылықтарының жойылуын, барлығын Қазақстан Республикасының азаматы ретінде қалаймын. Оны қалайтын себебім, ертеңгі менің ұрпақтарым, менің балаларым жақсы, зайырлы, дамыған, құқықтық мемлекетте өмір сүрсе екен деймін. Егер де біздің мемлекетімізде конституциялық сот болатын болса, онда ол менің де қалауым. Мен де 5 күні референдумға барам.